Бариатриялық операциялардан кейін айтылған кеңестерге қарамастан пациенттер көптеген қате жіберіп отырады. Соның ішінде ең жиі кездесетін 5 қате. Бірінші, жағдайым жақсарды деп тым ерте қою тамаққа көшу. Бұл операциядан кейінгі алғашқы кезеңде асқынуға алып келуі мүмкін. Екінші, уақыты келгенімен тамақты дұрыс шайнамай жұту. Бұл да операциядан кейін жаңадан жасалған кішкентай асқазанға тамақтың кептеліп қалуына алып келуі мүмкін. Ол өз кезегінде жағымсыз әсерлерге асқынуға алып баруы мүмкін. Үшінші, тек қана операцияға сеніп, болмайды деген зиянды тағамдарды қайтадан қабылдай бастауы. Бұған қарамастан операция салмақты жақсы түсіреді, бірақ адам ойлаған салмағына жете алмай қалуы мүмкін. Төртінші, спортты мүлдем қоспау. Бұл да үлкен қателік, себебі спорт барлық адамның өмірінде болуы қажет. Спорт өз кезегінде де салмақты түсіруге және болашақта қайтадан қосып алмауға көмектеседі. Бесінші, ең қауіпті қателік ол өзіңіздің дәрігеріңіздің кеңесін елемеу. Операция жаңа өмірге екінші мүмкіндік береді. Оны ұзақ сақтаудың кілті жаңа әдеттер қалыптастыру. Егер сізде басқа жолдармен құтыла алмай жүрген артық салмағыңыз болса, немесе екінші типті қант диабеті сияқты семіздіктің асқынуы болса, тегін консультацияға жазылуыңызға болады.